Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгінгі видеода өте маңызды тақырыпта талқылайтын боламыз. Қан қысымын дұрыс өлшеу. Көпшілігіміз қан қысымын үйде өлшейміз, бірақ кейде байқамай қателіктер жіберіп денсаулығымызға қауіп төндіреміз. Бұл видеода қан қысымын өлшегенде жиі кездесетін қателіктерді қарастырамыз. Сонымен қатар, дәрігерлер айтпайтын, бірақ қан қысымын дұрыс өлшеуге көмектесетін құпия тәсілмен бөлісеміз. Егер сіз өзіңіздің және жақындарыңыздың денсаулығын ойласаңыз, бұл видео сіз үшін өте пайдалы болады. Қан қысымын өлшеу кезінде бірінші және ең көп таралған қателік қолды дұрыс қоймау. Көп адамдар қолдарын кез келген қалыпта ұстай салады, бірақ бұл дұрыс емес. Қолдың орналасуы өлшеу нәтижесіне тікелей әсер етеді. Қан қысымын өлшеу кезде қолды жүрек деңгейінде ұстау өте маңызды. Егер қолыңыз жүрегіңізден төмен болса, өлшеу нәтижесі жоғары болып шығады. Керісінше, егер қолыңыз жүрегіңізден жоғары болса, өлшеу нәтижесі төмен болады. Қолды дұрыс қою үшін шынтағыңызды үстелге қойып, алақаныңызды жоғары қаратыңыз. Қан қысымын өлшейтін аппаратыңыздың манежі жүрегіңізбен бір деңгейде болуы керек. Егер сіз қан қысымын өз бетіңізше өлшейтін болсаңыз, айнаға қарап, қолыңыздың дұрыс орналасқанына көз жеткізіңіз. Дұрыс қол қойылымы дәл өлшеудің кепілі екенін ұмытпаңыз. Қан қысымын өлшеу кезінде екінші маңызды қателік сөйлеу. Кейбіреулер өлшеу кезінде сөйлеуді тоқтатпайды, бірақ бұл үлкен қателік. Неге екенін түсіндірейін. Сөйлескен кезде қан тамырларымыз тарылады. Бұл қан қысымының жоғарылауына әкеледі. Сондықтан қан қысымын өлшеу кезінде өте маңызды. Егер сіз бірдеңе айту керек болса, онда өлшеуді тоқтатып, айтқыңыз келгенді айтып алыңыз. Содан кейін қайтадан тынығып, қан қысымын өлшеуді жалғастырыңыз. Сөйлеуден бас тарту дәл өлшеудің кепілі. Үшінші қателік аяқтарды айқастыру. Қан қысымын өлшеу кезінде көп адамдар аяқтарын айқастырып отырады. Бұл өте дұрыс емес. Аяқтарды айқастыру қан айналымын бұзады және қан қысымының жоғарылауына әкелуі мүмкін. Сондықтан қан қысымын өлшеу кезінде аяқтарды түзу ұстау өте маңызды. Төртінші қателік дұрыс дем алмау. Қан қысымын өлшеу кезінде тыныштық сақтау және дұрыс дем алу өте маңызды. Өлшеуден бұрын бірнеше рет терең дем алып, деміңізді шығарыңыз. Бұл сіздің денеңізді босаңсытып, қан қысымының тұрақтандыруға көмектеседі. Бесінші қателік дұрыс уақытты таңдамау. Қан қысымын өлшеу үшін ең жақсы уақыт таңертең оянғаннан кейін 1 сағаттан соң. Кешке қарай қан қысымы жоғарылауы мүмкін. Сондықтан бұл уақытта өлшеу дұрыс нәтиже бермеуі мүмкін. Міне, құрметті көрермен, қан қысымын өлшеу кезінде жиі кездесетін қателіктермен таныстыңыздар. Осы қателіктерден аулақ болыңыз және қан қысымын дұрыс өлшеу үшін осы құпия тәсілдерді қолданыңыз. Есіңізде болсын, қан қысымын үнемі бақылау денсаулығыңыздың кепілі. Егер сізде қан қысымымен проблемалар болса, міндетті түрде дәрігерге қаралыңыз. Дендеріңіз сау болсын. Келесі видеода қайта кездескенше аман сау болыңыздар. Ауырып ем іздегенше ауырмаудың жолын іздейік ағайын. Ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.